Қазіргі кезеңде мектептің миссиясы бұрынғыдан да ауқымды. Себебі мектеп бұл тек қана білім беретін орта емес, ол азаматтық ұстаным қалыптасатын, ұлттық құндылықтарымыз орнығатын, тұлғаның өмірлік бағыты айқындалатын маңызды қоғамдық институт. Сондықтан бүгінгі педагогтардың алдында тұрған басты міндет бұл оқушыға сапалы білім берумен қатар оны адал, еңбекқор, жауапты және ең негізгісі заңды орындайтын, заңға бағынатын отаншыл азамат ретінде тәрбиелеу. Сіздерге жалпы бүгінгі баяндамамда 2026-2027 оқу жылында қандай өзгерістер болатындығы туралы тоқталғым келеді. Биылғы 15 наурызда қабылданған жаңа конституция өз күшіне енді. Сонымен қатар мемлекет басшысының орта білім мазмұнына жасанды интеллектті ендіру жөніндегі жарлығы шықты, білесіздер. Соған байланысты мемлекеттік құжаттарға да өзгерістер енгізілуде. Оның ішінде мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына, үлгілік оқу жоспарларына және де үлгілік оқу бағдарламаларына өзгерістер енгізілуде. Семинардың алғашқы күнінде біз химия пәні бойынша оқу бағдарламасының хронологиясымен таныстық және алдағы уақытта, алдағы оқу жылында көптеген өзгерістер болғаны мен үшін қуантады. Және әрбір оқушының бойында адал азамат ұғымын оқу процесіне енгізе отырып, әрбір баланы сабақта осы құндылықтарды кіріктіре отырып, тек сынып жетекші ғана емес, әрбір пән мұғалімі осы құндылықтарды сабақ процесіне енгізсе, онда адал тәртіп, адал еңбек, еңбек адамы жас ұрпақ қалыптасады деген ойдамын. Сонымен бүгінгі үлгілік оқу бағдарламасының тағы бір ерекшелігі оқушылардың шығармашылық жұмысын дамытуға баса назар аударылған. Әрбір қазақ тілі әдебиетінде қазақ тілінде диктант енгізілген, және де әдебиетте шығарма, өлең құрау, эссе жазу деген сияқты осындай шығармашылық жұмыстарды түрлі бағытта оқушылардың ыңғайына қарай жеңілдетіліп берілген. Міне, бүгінгі үлгілік оқу бағдарламасының бір артықшылығы және тиімділігі осында деп білемін.